Сәлем достар, бүгін осындай жұп-жұмсақ M&M's печеньяларын жасайтын боламыз. Бұл печеньялар өте дәмді, жұмсақ болып шығады, сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен 200 грамм ұнымызға 4 ас қасық какаомызды қосып аламыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Енді оның үстіне жарты шай қасық содамызды қосып тағы да араластырамыз. Бөлме температурасында жақсылап тұрып еріп тұрған сары майымызға 80 грамм қантымызды қосып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Енді оның үстіне бір жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Міне осылай жұмыртқа, май, қант барлығы жақсылап тұрып араласу керек. Енді бұны бағанағы ұнымыздың үстіне қосатын боламыз. Міне осылай араласып, бәрі бір-біріне қосылу керек. Қазір қасықпен, кейін қолмен илейтін боламыз. Міне бізде осындай аздап жабысқақ, оны қатты көп емес, осындай қамыр шығу керек ылғалды. Осыны бір қасықтан алып, пергаменттің үстіне шарик жасап қоятын боламыз. Міне осылай шарик жасап, пергаменттің үстіне қоямыз да стаканмен осылай мұжамыз. Қалған қамырды да осылай домалақтап жасап шығамыз. Енді бұл M&M's печенье болғандықтан бізге осындай бір пачка M&M's керек, және мында тағы да қамырым қалды. Пергаментқа сыйғанша жасадым. Енді осылай үстіне M&M'імізді қойып шығамыз. 2 қоюға болады, 3 қоюға болады, барлығы өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Осылай барлығына қойып шықтым. Енді бұны 180 градуста қызып тұрған пеште 10-13 минут пісіреміз. Және қатты духовкада көп ұстамаңыздар, себебі күйіп қатып қалуы мүмкін. Міне менде осындай жұп-жұмсақ, тәтті M&M's печеньелер шықты. 14 дана болды. Және де осы видео ұнаса каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.